Көтерілісшілер альянсындағы ең беделді топтың басшысы қазір Шам еліндегі жағдайды өз бақылауында ұстап отыр. Ол BBC-ге берген сұхбатында елдің соғыстан қажығанын және көршілері мен батыс елдері үшін ешқандай қауіп төндірмейтінін айтты. Ахмед Аль-Шара басқарған қарқынды шабуыл осыдан 2 апта бұрын президент Башар Аль-Асадты төңкеріп тастады. Ол Хаят Тахрир Аль-Шам немесе HTS көтерілісшілер тобының басшысы. Жақында ол жаңа үкімет әйел құқықтарын шектей бастайды деген қорқыныштарды сейілтуге тырысты. Және ол өз тобының енді Әл-Қайдаға ешқандай байланысы жоқ екенін айтты. Алайда көптеген Шам тұрғындарында әлі де күдік бар. Ахмед Аль-Шарадан сұхбат алған Джереми Боуэн қазір Димашық қаласынан тікелей байланысқа шығып тұр. Джереми? Көп рахмет, Клайв. Ахмед Аль-Шара ұзақ уақыт жихадшы жауынгер болған. Және ол осыдан 20-дан астам жыл бұрын Ирактағы Америкаға қарсы көтерілістің басшысы болған. Енді оның айтуынша ол өзгерді. 2016 жылы ол Әл-Қайдадан бөлініп кетіп, қазір өзінің ұйымын құрды. Оның айтуынша ол исламистік, бірақ ұлтшыл топ. Және олар Сириядағы басқа ұлт өкілдеріне, басқа дін өкілдеріне бостандық береді. Бірақ өздеріңіз естігендей, халық бұған әлі күдікпен қарайды. Ал енді BBC-ге сұхбат беру үшін ол бізді ескі режимнің символына айналған ғимаратқа шақырды. Шамның іс жүзіндегі басшысы Ахмед Аль-Шара BBC-ге беретін сұхбатын Асадтың президенттік сарайында өткізуді жөн көрді. Ол ескі режимнің солай тез құлағанына таң қалмайтынын айтты. Оның айтуынша, Шам тұрғындарына бүкіл қиындықтарды жеңу үшін сабыр сақтау маңызды болды. Сіз неше түрлі уәде бергенсіз, осы елдегі алуан түрлі діни, секталық топтарды, соның ішінде шағын топтарды құрметтейтініңізді айтқансыз. Сіз өз уәдеңізде тұрасыз ба? Шам тұрғындары бұл жерде мыңдаған жылдар бойы бірге тұрып келді. Біз солардың бәрін қарастырамыз, бәрін тыңдаймыз және әрқайсымен диалог орнатып, әрқайсының өкілі бар екеніне көз жеткіземіз. Ескі режим халықты діни топтарға бөлу арқылы басқарды. Біз олай істемейміз. Барлық ірі қалалардағы барлық топтар бізді қолдайды. Менің ойымша, революция барлығына ортақ болу керек. Сонымен бұл бір халифаттың бір түрі болмайды ғой. Сіз Шам елін Ауғанстан сияқты бір елге айналдырмайсыз ба? Өйткені кейбір адамдардың айтуынша, сіздің Талибан сияқты саясат жүргізуіңіз мүмкін. Шам мен Талибанның арасында көптеген айырмашылықтар бар. Біздің басқару жүйелеріміз әртүрлі. Ауғанстан ол тайпалық қоғам. Шам мүлдем басқа. Мұндағы адамдардың ойлау жүйесі өзгеше. Шамның үкіметі мен басқару жүйесі бұл елдің тарихы мен мәдениетіне сәйкес болады. Сонда Шамның мәдениетіне әйелдер құқығы, әйелдерге білім беру кіреді және адамдарға ішімдік ішуге рұқсат беру де кіреді. Сіз осының бәрін қабылдайсыз ба? Әйелдерге білім беруге келгенде, әрине, бізде Идлибте университеттер жұмыс істеп тұр, оған 8 жылдан асты, және ол университеттердегі әйелдердің үлесі, қателеспесем, 60%-дан асады. Ал ішімдікше? Менің көптеген тақырыптарды талқылауға хақым жоқ, өйткені олар құқық мәселелерін қамтиды. Бізде Шам елінің конституциясын жазатын құқықтық сарапшылар комитеті құрылады. Солар бәрін шешеді. Және кез келген басшы немесе президент ол заңды қадағалауға міндетті болады. Ал енді сіздің алдыңызда тұрған бұдан да ауқымдырақ мәселелерді талқылайық. Біріншіден, бұл ел әбден құлдыраған, көптеген жерлер қираған, экономика жойылған және үлкен қарыздар бар. Енді сіз бұл мәселелердің бәрін шешуді неден бастайын деп отырсыз? Өйткені қазір ел санкция астында, ал әлемдегі басты күштер және Біріккен ұлттар ұйымы сізді террористік ұйымның басшысы деп санайды. Бұл саяси баға. Біз өзімізді террористік топ деп атайтындай ешқандай қылмыс істемедік. Соңғы 14 жылда біз ешбір бейбіт тұрғынға, азаматтық аймақтарға, азаматтық нысандарға шабуыл жасамадық. Кейбір елдердің біз туралы дақпыртқа алаңдайтындарын мен түсінем, бірақ оның бәрі жалған. Қазір бәрі аяқталғаннан кейін санкциялар тоқтатылу керек, өйткені олар ескі режимге қарсы бағытталған еді. Зардап шеккендер мен жәбірлеушіге бірдей көзбен қарауға болмайды.
Ахмад Әл-Шара мені өте ақылды әрі саяси сауатты тұлға ретінде қатты таңғалдырды. Және көптеген саясаткерлер сияқты, ол тіке сұраққа тіке жауап беруден жиі жалтаратын сияқты. Және мен өз басым ол күдіктердің бәрін бірден сейілте қояды деп ойламаймын. Бүгін мен Біріккен ұлттар ұйымының Шам еліндегі арнайы өкілімен сөйлескенімде ол айтты: оларға 3 ай уақыт беріңіздер, бұл уақытша үкіметтің мерзімі, оларға осы уақытқа дейін жеңілдік беру керек. Әрине, мұндағы бір маңызды ескеретін жайт, олардың билікке келгеніне небәрі 12 күн ғана болды.